Сәлеметсіңдер ме, балалар? Алдымен сабақтың тақырыбын анықтап алайықшы. Бұнда не көріп тұрсыңдар? Дұрыс, табиғат бейнесі. Олай болса, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы көбейту бөлу амалдарын орындау кезіндегі нөлдің қасиеті, жазушылар шығармасындағы Қазақстан табиғаты. Бүгінгі сенің үйренетінің көбейту мен бөлуді орындауда нөл санының қасиеттерін қолдану, санды нөл санына бөлуге болмайтынын білу. Оқушылар, қазіргі таңда ең өзекті қоғамдық мәселелердің бірі бұл экологиялық мәселелер. Бұл қоғамды толғандыратын мәселені сөз өнерде шет қалмай өз үлесін қосуда. Әрине, әдебиет немесе жазушы бұл мәселелерді шешпейді. Алайда бұлардың мақсаты табиғаттың қазіргі халін өзі көріп отырған дәрежеде оқырманға жеткізіп, олардың арасын байластыру. Қазіргі кезде Қазақстан табиғатын жырға қосқан ақын жазушыларымыз өте көп. Солардың ішінде Мұзафар Әлімбаев, Сарбай Мәуленов, Сәкен Сейфуллиннің өлеңдерін мысал қылайық. Сіздерге тапсырма, мұқият болыңыздар. Қане, экранға назар аударайық. Мәні бірдей теңдіктерді тауып, ақын жазушылардың қандай өлең жазғанын анықта. Өте тамаша, дұрыс орындады деген ойдан. Қане, тексерейік. Мұзафар Әлімбаев, отан. Сарбай Мәуленов, о менің далам. Сәкен Сейфуллин, Көкшетау. Өте тамаша. Келесі кезекте оқушылар, бұрынғы алған білімдерімізге сүйене отырып, мына тапсырманы орындап көрейікші. Қосу амалын пайдаланып, 0 көбейту 2, 0 көбейту 3, 0 көбейту 5 өрнектерінің мәнін тауып, қорытынды жасайық. Қосу амалын пайдаланған кезде 0 көбейту 2 болғанда 0 санын өзіне өзін 2 рет қосамыз. 0 көбейту 3, 0 санын өзіне өзін 3 рет қосамыз. 0 көбейту 5, 0 санын өзіне өзін 5 рет қосамыз. Қалай ойлайсыздар? Қандай нәтиже шығаруға болады? Дұрыс айтасыңдар. 0-ді санға көбейткенде 0 шығады. Өйткені 0 санын қанша рет өзіне өзін қоссаң да 0 шығады. Көбейтудің ауыстырымдылық қасиетін қолданып, енді мына өрнектің мәнін табамыз. 2 көбейту 0 тең 0 көбейту 2 тең 0. Қандай нәтиже шығаруға болады? 0-ді санға көбейтіп 0 шығады. Алған білімімізді пайдаланып, 0 бөлу 5 өрнегінің мәнін табайық. Оқушылар, алдыңғы алған мәліметтерге сүйенеміз. Қандай ұсыныстарыңыз бар? 0 бөлу 5 тең 0. Дұрыс шешімді қалай табуға болады? Бөлуді қалай тексереміз? Дұрыс айтасыңдар, бөлу амалын көбейту амалымен тексереміз. Есепті тексере аламыз ба? 0 бөлу 5. 5-ке көбейткенде 0 шығатын санды табу керек. X көбейту 5 тең 0. Бұл сан 0, яғни 0 бөлу 5 тең 0. Осыдан енді қандай ереже құрастыруға болады? 0-ді санға бөлсек 0 шығады. Оны әріп өрнек түрінде жазсақ, 0 бөлу А тең 0. 0-ді кез келген санға бөлсең 0 шығады. Есіңе сақта, 0-ге бөлуге болмайды. Неге 0-ге бөлуге болмайды? Мысалы, кез келген санды 0-ге бөліп көрейік. 5 бөлу 0 қанша шығады? 0-ге бөлгенде, мысалы 5 санын немесе басқа санды, 0-ден басқа санды таба алмайсыз. Яғни, тексеру мүмкін емес. Енді оқулықпен жұмыс, номері 3-ші есепте мынандай тапсырма. Өрнектерді пайдаланып, тура теңдік және теңсіздіктер құрастыр. Ал іске сәт. Тура теңдікті бір бағанға, тура теңсіздіктерді бір бағанға құрастырып жазамыз. Жазып болсаңыздар, экранға назар аударып тексерейік.
3 көбейту 1 тең 1 көбейту 3. Көбейткіштердің орны алмасқан, яғни тура теңдік. 0 көбейту 5 тең 8 көбейту 0. Кез келген санды 0-ге көбейткенде 0 шығады. 9 бөлу 9 тең 3 бөлу 3. Кез келген санды санға бөлгенде 1 саны шығады. Тура теңдік. Тура теңсіздікті де осылай тексеріп шығамыз. Сонымен оқушылар, бүгінгі сабағымызды қорытындыласақ, бүгін 0 санының қандай қасиеттерін білдік. Бағалау критерийлерін я деген немесе жоқ деген белгінің тұсына құс қанаты белгісін қойып шығамыз. Үйге тапсырма номері 5-ші есеп. Бүгінгі сабаққа байланысты 0 санын көбейту бөлуге байланысты берілген теңдеулерді шешу. Бұл есеп сіздерге қиын болмайды деп ойлаймын.